Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін дәл кепсидағыдай букмастер дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 4 картошкамыз керек. Оны өткіштен өткізіп, 2 жұмыртқамызды жағып, 1 ас қасық тұзымызды, 2 ас қасық ұнымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, қазақша каналдың дамуына үлес қосыңыздар. Қашпырауымызды қызып тұрған табада жақсылап қуырып алатын боламыз, 2 бетін қызартып. Содан кейін оны майлық жайылған тарелкаға майын сорғыттыру үшін салып қоятын боламыз. 2 тауық етін, яғни филемізді алып, кусоктарға бөліп, турап аламыз және де оны жұмыртқамызға жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқамызға жақсылап араластырып алғаннан кейін панировочный сухарийімізға жақсылап 2 бетін аударып алып, қызып тұрған табада бұны да қуырып алатын боламыз. Қуырып алғаннан кейін майлық жайылған тарелкаға бұны да салып қоямыз, өйткені майын сорғыттыру үшін. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Кез келген лавашты қолдануларыңызға болады. Менде осындай лаваш, ортасына майонезімізді жағып, жапырағымызды жағып қойып, және де хашбрауымызды, филемізді, помидорымызды, сырымызды қойып, осылай орап алатын боламыз. Біздің ерекше фудмастеріміз